Дәрігер туралы не білеміз? Әрбір дәрігер өзінің саласына байланысты қызмет көрсетеді. Дәл сондай қызметті шаштараздан, көлік сервистен, кафе, ателье, етікші, фотографтан тағы да басқа аламыз. Өздігінен медициналық қызмет көрсету үшін арнайы білім мен тәжірибе қажет. Егер бос уақытыңыз және ақшаңыз болса, онда медуниверситетке оқуға түсіп, оқуды бітіріп, кейін өзіңізді өзіңіз емдеуге болады. Немесе тағы да бір варианты, ол кәсіби медициналық әдебиетті оқуға немесе тырысуға болады. Бірақ мына жолдардың бәрінің ешқайсысында да мәселенің түп тамырына жете алмайсыз. Себебі сіз өзіңізге өзіңіз тағайындаған медициналық көмектің сапасы өте төмен болады. Ол туралы төменде нақтырақ жазамын. Медуниверситетте дәрігерде клиникалық ойлау, клиническое мышление дейді, қалыптасады, яғни өзінің рет-ретімен этаппен алған білімнің негізінде ауруды анықтау, іздеу, өзіндік алгоритмін түзеді. Сонымен қатар емді таңдау және емдік схеманы коррекциялау, осының барлығы іске асады. Бірақ егер біз уақытымызды, ақшамызды үнемдесек, біз міндетті түрде маманға, яғни дәрігерге жүгінеміз. Дәрігерге жүгінудің тағы бір плюсы ол тәжірибе. Оны да сатып алуға, біреуден ала салуға болмайды. Тәжірибені тең маңдай термен, талмай еңбектенумен, бар ынтаны салып беріліп, жұмыс жасаумен, қиын диагнозы түсініксіз науқастардан қашпай, консилиумда өзіңнің әріптестеріңмен талқылау арқылы, өзімнің жүргізген әрбір еміңнің тактикаңның нәтижесін әрдайым қорытындылап, терең анализден өткізу арқылы ғана жинауға болады. Бұлай жалпақ тілмен айтқанда, күнбе-күн қасықтап жиналатын ең құнды нәрсе. Тағы да бір айта кететін жайт, мамандық бойынша жұмыс жасау, яғни уақыты да бар, стаж деп айтамыз, немесе бұл маманның жасы, бұл жерде маңызды орынға ие, бірақ негізгі нақты таңдаушы фактор болмау керек. Яғни неге десеңіз, бір орында 20-30 жыл жұмыс жасап, кәсіби тұрғыдан ешқандай өспей жұмыс жасауға болады. Немесе 5-6 жылдың ішінде құлшынып жұмыс жасап, біраз дәрежеге жетіп, тау қопаруға да болады. Айтайын дегенім, бұл жерде жасы кіші екен деп бірден бас тартпаңыз, немесе жасы үлкен деп бірден сол таңдауды сол адамға жасамаңыз. Сол себепті дәрігердің қабылдауына белгілі бір тәжірибесі бар маманның медициналық қызмет көрсетуі деп қарауыңыз керек. Егер дегенмен өз бетіңізбен емделуге шешім қабылдасаңыз, кейбір ауруларда дәрігер көмегінсіз болмайды негізі. Ол қолыңыздан келіп емдей алуыңыз мүмкін жеңіл аурулардың кезінде, бірақ ол аурудың өзі ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Өзіңізге тағайындаған дәрінің жағымсыз побочный действие дейді, жағымсыз әсері дамуы мүмкін. Аурудың қайтадан өршуі мүмкін, яғни ауру созылмалы түрге ауысып кетіп, қайтадан обострение беруі мүмкін. Немесе ауру созылмалы формаға ауысып, сол ауру сізде ұзаққа дейін кетпеуі мүмкін. Сол үшін қай жағдайда таңдасаңыз да нәтижесін ойлап шешім шығарасыз деп ойлаймын.